Құрметті оқырмандар, барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін нұсқайтын белгілерді қарастырып өтейік. Нұсқайтын белгілер дегеніміз, ол сізге белгілі бір бағытта жүруді нұсқайтын белгілер. Түсіндіңіздер ме? Мысалы, осы нұсқайтын белгілердің түсі осындай болатын, жаттап алыңыздар. Міне 4-1-1 белгісі, мысалы. Міне мынау ереже бойынша кәдімгі нөмірленуі осы белгілердің. 4-1-1 мысалы тіке жүру деген белгі. Осы белгі тұрса, сіз бұрыла алмайсыз, мысалы. Тек тіке қозғалыс жасауыңыз керек. Түсіндіңіз ба? Қиылыстарда көбінесе осы белгі тұрады. Кей кезде уақытша белгі ретінде тұрады. Сол кезде бұрылуға светофор рұқсат бергеннің өзінде, мысалы, сіз уақытша белгі ретінде осы тіке жүру белгісі тұрса, сіз осыған бағынып тек қана тіке жүруіңіз керек. 4-1-2 оңға жүру дейді. 4-1-3 солға жүру. 4-1-4 тіке немесе оңға жүру. Міне мына жерде біздің ережеде атау ауысып кеткен, көрдіңіз ба? Мынау солға жүру, мынау оңға жүру. Мынау оңға және солға жүру. Кедергіні айналып өту, 4-2-1 белгісі. 4-2-2 белгісі кедергіні сол жағынан айналып өту. Мынау оң жағынан айналып өтеді. Одан кейін 4-2-3 кедергіні оң немесе сол жағынан айналып өту белгісі. Шеңберлі жүріс дейді. Шеңберлі жүріспен қиылысу алдыңыздан шығады деген белгі. Түсіндіңіздер ме? Шеңберлі жүрісте жаңағы басымдылықты сол жерде басымдылық белгілерімен немесе шеңберде жүру көліктері басымдылыққа ие болады. Одан кейін 4-4 жеңіл автомобильдер жүрісі дейді. Жеңіл автомобильдер жүрісін деген жолда, мысалы, жүк көліктері массасы 3,5 тоннадан асатын жүк көліктері жүруге тыйым салынады. Одан кейін велосипед жолы, бұл жерге бүкіл көліктердің кіруіне тыйым салынады. Осындай белгі тұрған аймаққа. Жаяу жүргіншілер жолы, ең төменгі жылдамдықтың шектеуі. Ең төменгі жылдамдық шектеуінің аяқталу аймағы. Мынау бізде мынандай 4 бұрышты да тұратын не бар. Ол белгімен шатастырмаңыздар. Ол ұсынылатын жылдамдық. Ал мына жерде домалақ формадағы белгі, ол сізге именно осы 50-ден төмен жүруге болмайды деген белгі. Түсіндіңіз ба? Бұл мысалы бір жолаққа қатысты болуы мүмкін. Бір жолақпен сіз 50-ден төмен жүруге болмайды, ал басқа жолақпен сізге рұқсат болуы мүмкін әртүрлі жылдамдықпен жүруге. Түсіндіңіз ба? Ал мынау қауіпті жаңағы жүктері бар, жүк көліктерінің жүру бағыты. Именно опасный груз дейміз ғой. Именно қауіпті жүктері бар жүк көліктеріне қатысты белгі бұл. Осыны есте сақтап алыңыздар. Мына формасы бар ғой, мына жүк көліктің, осы именно жаңағы қауіпті жүк тасымалдайтын жүк көліктеріне қатысты. Міне осылайша, құрметті оқырмандар, біз нұсқайтын белгілерді қарастырып шықтық. Сіздерге түсінікті болса, комментарийға жазыңыздар, немесе сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып сұраңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Біздің ПТТ Қазақстан каналына жазылыңыздар, комментарий, löпелдеріңізді аямаңыздар.